Это процесс обучения, взаимодействие преподавателя со студентами осуществляется на расстоянии. В настоящее время наши студенты по специальности учитель русского языка и литературы в связи со стремительным развитием компьютера и интернет-технологий проводят час занятий. Час занятий проводится в режиме реального времени с одновременным доступом к нему всех участников учебного процесса. Білім алушыларға оқыту кезінде қолжетімді ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, сапалы білім беруге барлық жағдайларды қарастыруға тырысамын. Және оқу бағдарламаны толық іске асыру үшін білім алушылардан жауапкершілікпен өз бетінше жасайтын жұмыстарды орындауға талап қоямын. В наше время интернет-технологии позволили дистанционно обучаться студентам, обучающимся по специальности учителя русского языка и литературы. На сегодняшний день необходимо постоянно развиваться, учиться, овладевать новыми знаниями, новой информацией. Все это позволяет сделать возможным дистанционное обучение. Қашықтан оқу үдерісінің оқытушы мен студент арасында ақпараттық коммуникация технологияларды пайдалану арқылы оқу үдерісінің ұйымдастырудың заманауи тәсілі. Білім берудегі жаңа технологияларды мақсатты және жүйелі қолдану менің информатика мұғалімі мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттеріме қашықтықтан нәтижелі білім алуларына негіз болады.